Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздерге көкөністерден өте дәмді икра салатын жасайтын боламыз. Өте аз уақытта әрі дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар, және менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеле кетіңіз. Бізге керегі ашты чили бұрышы, укроп, сәбіз, тәтті болгар бұрышы және помидор керек, яғни қызанақ. Қызанақты мен осылай ет тартқыштан өтетіндей етіп ыңғайлап турап алдым, және болгар бұрыштарын дәнінен тазалап, оны да жіңішкелеп сәбіз екеуін турап алдым. Мінекей барлығын біріктіріп, араластырып отырып, ет тартқыштан өткізетін боламыз. Және осы чили ашты бұрышын оны да қосып араластырып өткізіп жіберетін боламыз. Бұл бұрышты тазалаған кезде қолдарыңызға міндетті түрде перчатка киіңіздер, өте ашты ол. Және ең соңынан сарымсақты бөлек өткізіп алатын боламыз. Бұл салатымыз дайын болуға 15 минут қалғанда укроп екеуін бөлек салатын боламыз. Сондықтан бөлек өткізіп алатын боламыз. Мінекей мен барлығын өткізіп дайындап алдым. Енді осы көкөністерімізді газға қойып, қайнағанын күтетін боламыз. Жақсылап араластырып, бір қайнағаннан кейін осылай азғантай көбігі шығады. Сол көбіктерін алып тастап, 30 минут қайнататын боламыз. Салатымыз кішкене қоюлануы керек. Осы аралықта 1,5 ас қасық, қатты толтырмай, тұз салдым. Сіздер дәміне қарап салыңыздар. Оны да жақсылап араластырамыз, және қайнап атқан салатымызды міндетті түрде арасында араластырып тұрыңыздар, түбі жабысып қалмасын. Және сұйық май құятын боламыз. Керекті заттардың грамдарын мен описанияда қалдырып қойдым, видеоның астында. Енді салатымыз 30 минут қайнағаннан кейін укроп пен сарымсақты салып, тағы да 15 минуттай қайнататын боламыз. Осы 15 минуттың ішінде банкілерімізді булап стерилизациядан өткізуіміз керек. Мен банкілерді осы мантоваркіде булайтын боламын 10-15 минуттай, және қақпақтарын 8-10 минуттай қайнатып алатын боламын. Мінекей салатымыз дайын. Астын баяу отқа қойып отырып, банкілерімізге құятын боламыз. Салатты міндетті түрде ыстықтай құйғандарыңыз дұрыс. Мінекей дайын банкіге барлық салаттарымызды құйып шығатын боламыз. Және қақпақтарын жақсылап бұраңыздар, ешқандай ауа, су өтпейтіндей етіп бұрағандарыңыз жөн. Және тексеріп, осылай төңкеріп қойғандарыңыз дұрыс. Бір түнге төңкеріп, жылылап орап тастаймыз. Осы күздіңгі уақытта көкөністердің арзан кезінде жасап қойсаңыздар, қыстың күні күшті, дәмді салаттар болып табылады. Сіздермен болған Жұлдыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар, және менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды баса кетіңіздер.